Сәлеметсіздер ма? Менің оқыған кітабым бұл «Үрге» романы, Әбіш Кекілбаев. «Үрге» романы қазақ халқының 18 ғасырдағы тарихи тағдырына арналған. Бұл кезең қазақ тарихындағы ең ауыр, ең күрделі уақыт. Бір жағынан жоңғар шапқыншылығы елді күйретіп, халықты босқынға айналдырса, екінші жағынан Ресей мен Қытай империялары қазақ даласын бөліп алуға тырысты. Яғни қазақ елі үшін үш жақтан қысымға түскен болатын. Ел ішіндегі саяси жағдай да оңай болмады. Рулар арасында алауыздық, хан сұлтандардың билік үшін таласы, батырлар мен шонжарлардың бір-бірімен келіспеуі елді әлсіретіп, ұлттық бірлікті бұзды. Романда осы тарихи ахуал өте дәл берілген. Автор тарихты тек суреттеп қана қоймайды, оны адам тағдыры арқылы береді. Кейіпкерлердің көңіл күйі, қорқынышы, үміті, күмәні арқылы біз сол уақытты сезінеміз. Тарих жай оқиға емес, жай ғана оқиға емес, ол адамдардың жан дүниесі. Романда Әбілқайыр ханның Ресейге ант беру шешімі негізгі тарихи оқиға ретінде алынады. Бірақ автор бұл шешімді бір жақты көрсетпейді. Жай ғана сәтсіздік немесе сатқындық деп бағаламайды. Керісінше, елді сақтап қалудың жалғыз жолы сол болды ма, әлде басқа мүмкіндік бар ма еді деген үлкен сұрақты көтерді. Романнан біз қазақ қоғамының бір ғана әскери халық емес екенін байқаймыз. Қазақтар дипломатияны, елшілік дәстүрді, келіссөз жүргізуді, саяси амалдарды да білген. Яғни бұл шығарма қазақты көшпенді ретінде ғана көрсетпейді, ақылды мемлекетшіл халық ретінде танытады. Автор сол дәуірді оқырманға қазіргі өмірмен салыстыра отырып көрсетеді. Неге бірлік болмады, бүгінгі күні жағдай қалай деген ой өздігінен туындайды. Демек, роман тарихи ғана емес, саяси және философиялық шығарма болып табылады. Енді негізгі идеясымен көтерілген мәселелерге келсек, Үрге романының басты идеясы бұл бірлік мәселесі. Автор қазақ халқының әлсіреуінің базы себебін сыртқы жаудан емес, ішкі алауыздықтан көреді. Қанша батыр, қанша ер болғанымен, егер ел бөлінсе, ешқандай күш көмектеспейді. Осы идея романда қайта көрініс табады. Сонымен қатар роман билік пен жауапкершілік мәселесін көтереді. Хан болу жай атақ емес, үлкен жауапкершілік. Әбілқайыр ханның бейнесі арқылы автор билікке ұмтылудың екі түрлі қырын көрсетеді. Дұрыс мақсат бұл елді аман сақтау, ал бұрыс мақсат бұл жеке мүддені ойлау. Автордың тағы бір ойы тарихқа әділ қарау. Әбілқайырды жаман деп, Бөгенбайды жақсы деп бірақ жаққа шығарып қоюға болмайды. Шындық күрделі. Әбілқайыр жалғыз қалды, оған ешкім қолдау білдірмеді. Егер бәрі біріккенде мүмкін басқа жолда болар ма еді деген ой туындайды. Сондықтан автор оқырманды терең ойлауға шақырады. Қазақты кім құтқарады, жеке адам ба әлде халықтың бірлігі ме деген сұрақтарды қойып бастайсың. Роман көтерген тағы бір мәселе бұл ұлттық сана мәселесі. Тарихты білмесек, бүгінгі өмірді де түсіне алмаймыз. Қазақтың басына түскен қауіп, қиындықтар, жеңіліс пен жеңіс, бұлардың бәрі бүгінгі ұрпаққа сабақ болуы керек. Автор тарихты оқып қана қою емес, оны сезіну, одан ой түю, сол арқылы болашақты құру керек деген ой айтады. Ендігі кейіпкерлерге келетін болсақ, романдағы кейіпкерлер бұл жай образ емес, тарихи сана иелері. Әр кейіпкер белгілі бір идеяны білдіреді. Бірінші кейіпкер бұл Әбілқайыр хан, өте күрделі образ. Ол бір жағынан билікке құмар, екінші жағынан ел тағдырына алаңдаған жалғыз қалған адам. Оның ішінде үнемі күрес бар. Ол Ресейге қосылуға мәжбүр болды. Себебі басқа жол қалмады. Бірақ сол үшін тарих оны сынады. Әбілқайыр трагедиялық тұлға болып табылады. Екінші бұл Бөгенбай батыр. Ол халық намысы. Оның бойынша еркіндік үшін күресу керек, ал орысқа сену бұл дұрыс емес. Бірақ роман Бөгенбайды тек батыр ретінде емес, ұлттық рухтың символы ретінде көрсетеді.
Қазыбек би ақылдың, парасаттың образы. Оның сөзі тек сол дәуірге ғана емес, бүгінгі заманға да арналған сияқты. Ел болудың жолы татулық деген ойды жеткізеді. Романда әр кейіпкер белгілі бір идеяның көрінісі. Олар бір-бірімен күреспейді, идеялар күреседі, тарих күреседі және тағдыр күреседі. Ендігі салт дәстүр мен тәрбиеге келсек, романда қазақ халқының көптеген дәстүрі шынайы суреттелген. Олардың барлығы жай мәдени элемент емес, ұлттық болмыстың негізі ретінде көрсетілген. Билер кеңесі, қазақтың парламенті, жорыққа дайындық бұл әскери тәрбие мектебі, елшілік дәстүр, дипломатиялық мәдениет, бата беру, рухани тәрбие, қонақ күту мәдениеттің көрінісі. Осы арқылы автор қазақ елінің құрылымы әлсіз болмағанын дәлелдейді. Керісінше қазақ қоғамы дамыған, тәртіпті, заңды, салтты сақтаған ел болған. Демек, қазақ тек көшпелі халық емес, өркениеті бар халық. Бұл бөлім қазіргі жастар үшін өте маңызды. Себебі дәстүрді білу, тарихты білу, ал тарихты білген адам өзін біледі. Өзін білген адам бұл халықты сыйлайды. Енді менің өзімнің сезімдеріме келетін болсам, үркер романын оқығанда өзімді бір сәт сол дәуірге көшкендей сезіндім. Себебі автордың тілі өте көркем болғандықтан, кей тұстарда көз алдымда сол дала тынысы, билер кеңесі, жорыққа дайындалып жатқан сарбаздар, ел ішіндегі даулар шынайы бейнеленіп көрінді. Бір жағынан роман маған мақтаныш сезімін сыйлады. Халқымыздың батырлығын, ақылын, намысын көргенде қазақ екеніме қуанамын. Ал екінші жағынан кей тұсында реніш пен қынжылыс туды. Неге бірлік болмады? Неге әр рудың өз мүддесі бірінші тұрды? Егер сол кезеңде бәрі біріге алғанда қазақтың тағдыры өзгеше болар ма еді деген ой келді. Әбілқайыр ханның ішкі күйзелістерін оқығанда оны түсінуге тырыстым. Себебі бір жағынан ол елді сақтап қалғысы келген адам, ал екінші жағынан бұл билікке таласқан тұлға. Осы екі сезімнің арасы маған өте таныс болды. Себебі кейде бізде өмірде таңдаудың алдында қаламыз. Жүрек не дейді, немесе ақыл не дейді. Осы сәттерден мен тарих жай ғана дерек емес, ол адамдардың жан дүниесі, қорқынышы, үміті екенін түсіндім. Кей тұстарын оқығанда өмір бүгінде дәл солай екенін сезіндім. Айналаға қарасам, әлі де билік бірлік жетпей жатқанын байқаймын. Себебі сол үшін роман мені ойландырды, толқытты, қай жерінде кейбір жерлерінде тіпті мұңайтты. Бірақ дәл осы кітап маған үміт пен сенім сезімін берді. Өйткені қанша қиындық болса да біздің халық ешқашан күресуді тоқтатпағанын көрдім. Осы шығарманы оқи отырып, мен өз тарихыма жақындай түстім. Өткенге көз жүгіртіп, болашақта ойлаудың маңызы бар екенін түсіндім. Автор айтпаса да маған бір үлкен сабақ берді. Ел болам десең, ең әуелі тарихыңды түсін. Енді ұнаған үзінділерге келетін болсақ, бірінші үзінді бұл ел тағдыры жеке адамның таңдауы. Халықтың тағдыры кейде бір адамның жүрегінде жатып алады. Бір ғана шешім бүгін бүтін бір ұлттың болашағын өзгертіп жіберуі мүмкін. Бұл үзінді романдағы басты ойды ашады. Тарихты халық емес, халық ішінен шыққан батыл адамдар жасайды. Абылайдың, Әбілқайырдың, Барақ сұлтанның, билер мен батырлардың шешімдері елдің болашағына әсер етті. Автор қазақтың тағдырлы кезеңін жеке адамның ішкі күресі арқылы көрсетеді. Бұл сөздерді оқығанда жүрекке бір жауапкершілік сезім келеді. Мен не істесем, соның артында халықтың үміті тұр ма деген терең ой пайда болады. Кейде тарихта сырттан өзгертіп жатқандай көрінеді, бірақ шын мәнінде тарих адамның ішкі жүрегінен басталады. Екінші үзінді адам таңдауы мен тағдыр тақырыбы. Адам өз тағдырын өзі жасайды дейміз. Бірақ кейде тағдыр адамды итеріп апаратын жол бар. Сол жолға түскенде кері бұрылу мүмкін емес. Бұл үзінді тағдыр мен ерік мәселесін көтереді. Әбілқайыр да, Барақ та, Абылай да ешқайсысы таза жақсы немесе жаман емес. Олар да пенде, бірақ тарих оларды таңдап алды. Бұл қазақ әдебиетіндегі социалистік реализмнен кейінгі жаңа бағыт. Тарихи тұлғаларды идеал немесе жағымсыз демей адам ретінде көрсету.
осы сөздерді оқыған кезде бір қобалжу пайда болды. Өйткені кейде өмірде біз де таңдаудың алдында қаламыз. Бұл үзіндіні оқи отырып, егер мен болсам не істер едім деген сұрақ мазалап, оған жауап іздеуге тырысасың. Бұл үзінді романның психологиялық өзегі. Автор кейіпкерлердің ішкі жан дүниесіне үңіледі. Сол арқылы оқырманды тарихпен эмоционалды түрде байланыстырады. Үшінші үзіндіге келсек, ұлт болашағы елдің бірлігінде. Қазақтың жауы көп еді, бірақ ең қауіптісі сырттан келген жау емес, ішімізге түскен алауыздық еді. Мұнда автор ұлттың басты проблемасын дәл көрсетеді. Бірліктің жоқтығы, қазақ руларының, сұлтандарының, билерінің бірікпеуі Ресей мен Қытай саясаткерлеріне тиімді болды. Автор әсіресе сыртқы жау қауіпті емес, ішкі жау қаупі жаман деген ойды алға тартады. Бұл үзіндіні оқығанда ішінен бір өкініш сезіледі. Неге біз бірікпедік, неге бір тудың астында жиналмадық деген сұрақ туындайды. Бұл ой бүгінгі заманында өте өзекті болып табылады. Бұл сөздер қазіргі қоғамға да байланысты. Бірлік ұлттың иммунитеті, Қазақстанның болашағы халықтың ауызбіршілігіне байланысты. Ендігі мен Әбіш Кекілбаев автор туралы айтқым келеді. Әбіш Кекілбаев бұл қазақ әдебиетінің алып тұлғасы, тарих пен руханиятты терең түсінген, көреген жазушы, ойшыл мемлекет қайраткері. Оның шығармалары тек көркем әдебиет емес, қазақтың тарихи зердесін қайта жаңғыртқан рухани құбылыстар болды. Ол Қазақстанның халық жазушысы, елбасы Назарбаевтың алғашқы кеңесшісі, мәдениет министрі, сенат төрағасы, Ленин комсомолы сыйлығы мен мемлекеттік сыйлықтың иегері. Оның толық аты Әбіш Кекілбайұлы Кекілбаев. Туған жылы 6 желтоқсан 1939 жыл. Туған жері Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Оңды ауылы. Қайтыс болған жылы 11 желтоқсан 2015 жылы Астана қаласы. Кекілбаев 2 жасында әкесінен айырылып, анасының тәрбиесінде өседі. Жастайынан кітапты көп оқып, әдебиетке ерекше қызыққан. Мектепті бітірген соң Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түседі. Ол студент кезінен ақ әдеби ортаға араласып, аудармамен және әдеби сынмен айналыса бастайды. Еңбек жолына келсек, қазақ әдебиеті Ленин жұлдыз журналында қызмет атқарған. Қазақстан КП орталық комитетінде нұсқаушы болып жұмыс істеді. 1990 жылдан бастап мемлекеттік қызметте. Мәдениет министрі, президенттің кеңесшісі, сенат депутаты, мәжіліс депутаты, премьер-министрдің орынбасары, сенат төрағасы қызметтерін атқарды. Саяси қызметте жүрсе де, шығармашылықтан ешқашан қол үзген жоқ. Оның өзі айтқан сөзі бар. Мен саясатпен айналыспаймын, мен елдің тағдырына алаңдаймын, деп айтып кеткен болатын. Шығармашылығына келсек, Әбіш Кекілбаевтың ең маңызды қасиеті тарихты көркемдікпен қайта тірілтуі. Ол архивтік деректерді зерттеп, тарихи оқиғаларды көркем кейіпкерлер арқылы бейнелейді. Негізгі шығармалары, романдары. Оның негізгі романдары Үркер, Елең алаң, Аңыздың ақыры. Ал повестері Күй, Ханша дария хикаясы, Атақоңыз, ал әңгімелері Шыңырау, Тасбақаның шөбі, Кек. Үркер және Елең алаң қазақ халқының Ресейге бодан болу кезеңін суреттейді. Аңыздың ақыры Шыңғыс хан тұсындағы билік пен адам психологиясын көрсетеді. Күй, Шыңырау қарапайым адамдардың тағдыры арқылы ұлттық жазу стиліне келсек, Әбіш Кекілбаевтың стилі философиялық, психологиялық, тарихи, жоғары көркемдікке негізделген. Ол детальдарға қатты мән береді. Кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін терең талдайды. Оны әлем әдебиетінде Толстой, Достоевский, Маркес, Фолкнер сияқты алыптармен салыстырады. Шығармалардың ерекшелігі тарихи оқиғаны датамен емес, адам тағдырымен түсіндіреді. Психологиялық талдау терең, ұлттық болмысты сақтайды, диалогтары өмірге өте жақын.
Кекілбаевтың басқа жазушылардан ерекшелейтін ол оның ұлттық идеясы. Ол шығармаларында мынау сұрақтарды көтереді: қазақ неге отарланды, неге руға бөлінді, бірлік болмаса ұлт не болады, қазақтың болашағын қалай сақтауға болады деген сұрақтарды қозғайды. Марапаттары: Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, құрмет ордені, отан ордені, Ленин комсомолы сыйлығы, парламент медалі, Қазақтың Республикасы тұңғыш президентінің бейбітшілік және прогресс сыйлығы алған болатын. Әбіш Кекілбаев өте қарапайым, биязы ойлы, терең ойлы гуманист адам болған. Оның тіпті қазақтың Лев Толстой деп атаған. Академиктер, жазушылар, саясаткерлер оның зор интеллекті, сөйлеген сөзінің әсерлігі, ұлтқа деген махаббатын ерекше бағалаған. Ол сөйлегенде бәрі тыңдайтын, ол үндемей қалғанда одан да көп ойланатын деп айтқан. Қазақ руханиятына қосқан үлесіне келсек, қазақ әдебиетіне тарихи роман жанрын биік дәрежеге көтерді. Рухани жаңғырту идеясын 20 ғасырдың соңында көтерді. Қазақ ұлтына тарихи зерде ұғымын қайта алып келді. Маңғыстау тарихын аңыздарын тірілтті. Саясатта жүріп те ұлт мүддесін бірінші орынға қойды. Әбіш Кекілбаев ол жай жазушы емес, ол ұлттың рухани ұстазы. Оның әр шығармасы тарихқа жүргізілген әдеби зерттеу. Қазақ кім деген сұраққа берілген рухани жауап. Ол халқына тарихи сананы сыйлады. Ол әдебиетке психологиялық тереңдік алып келді. Ол елге саясат пен руханияттың қосылуы мүмкін екенін дәлелдеді. Маңызды күрделі проблемаларды талдау мен шешудегі романның құндылығы мен жағымды жақтарын қарастырып көрсек, романда әңгіме болып отырған қазақ елінің қоғамының өмірі, әлеуметтік тартыстары, ішкі-сыртқы қатынастары 17-18 ғасырларда орын алған, белгілі із қалдырған тарих желісімен барлық елеулі кезеңдерімен негізінде үндес баяндалған. Жалпы тарих межелері, тіпті нақты даталары да толық сақталған. Мұның өзі жалпы алғанда бүкіл ел тарихымен, жекелеп алғанда қазақ даласының сол замандағы әбден шиеленіскен өмір жолымен жете хабардар екенін көрсетеді. Бұл шын мәнісінде көп қажырлы еңбектің жемісі. Қазақ жұртының сол замандағы тарихы, этнографиялық әдет-ғұрпы, өмір салты, үш жүздің ұлы, орта және кіші жүздердің құрамы, өзара қатынастары мен тартыстары да бірсыпыра негізінде дұрыс қамтылады, сипатталады. Бұл да автордың осыншалық ауыр жүкті, шешілерлік мәні бар қиын мәселелерді шешуді мойнына алғанын көрсетеді. Әрине, автор мұндағы жол-жөнекей жанамалап талдауымен шешіліп проблемасын түгел шешіп берді деген ұғым емес. Бұл әлі де талай терең және жан-жақты зерттеулерді қажет ететін проблема. Дегенмен роман авторы өз талдауымен, өз әрекетімен қазақ шежіресінің кейбір күмәндау жүрген мәселелерін анықтай түсуде азын-аулақ үлес қосқан тәрізді. Роман мазмұны ең басты нағыз өзекті мәселесі қазақ елінің өз жері, өз бостандығы, дербес ел болып өмір сүруі үшін талай жылдар бойы табан тіресіп жүргізген күресі болып табылады. Бұл күрестің ең белді жері қазақ жеріне сан рет рақымсыз шапқыншылық жасаған, қазақ елін 17 ғасыр басында ақтабан шұбырындыға ұшыратқан жоңғарларға қарсы жүргізілген мүмкіндігінше мықтап ұйымдастырылған ұрыс тартысы еді. Алдымен ашып айтсақ, бұл тартыстың да тарихи өзінің алғанда дәлелі, әділеті де айтылған. Әрине, көркем шығарманың өзіне тән ерекшелігі жалпы жорушылығы болады. Осы тұрғыдан алғанда мұнда қазақтар мен жоңғарлардың майдан, ұрыс даласындағы айқасын көрсетуде, жазуда әсірелеу, асырып айтушылық жоқ. Бірақ болған оқиғаларды баяндау мен бағалаудың жалпы бағыты, барлық желісі әбден дұрыс. Тарих тұжырымдарына ешбір қайшы емес.
Сондықтан қазақтар мен жоңғарлар арасындағы тартыс жолы мен бейнесі жалпы тарих тұрғысынан да көркем әдебиет тұрғысынан да әбден әділ берілген деп есептеуге болады. Шығарманың барлық басты персонаждары, кейіпкерлері айталық Тәуке, Әбілқайыр, Бөкенбай, Тевкелев немесе белгілі билер Қазыбек, Төле, Әйтеке және басқалары да ойдан шығарылған пенделер емес. Олар өмірде, тарихта болған қоғам өмірінде өздерінің істеріне қарай белгілі дәрежеде іс қалдырған нақты адамдар, үлкенді кішілі қайраткерлер. Әрине, романда автор ойынан шыққан, керекті жерінде қажетімен кіргізілген кейіпкерлер де бар. Олар да көрген шығармада кездесіп отыратын әбден табиғи құбылыс. Бұлар өздерінің бояуларымен, іс-әрекеттерімен шығарма мазмұны мен айрықша айтылып тұр. Сонымен бұл шығарманың ерекше айырмашылығы мен артықшылығы сол. Ол түгелдей өмірде болған адамдардың өздері мен нақты жағымды да жағымсыз да істеріне негізделіп құрылған. Сондықтан да бұл шын мәнісінде тарих шежіресіне құрылған, тарих жанрына жататын туынды. Еңбекте одан әрі талай жылдар бойы жоңғар басқыншыларына қарсы жүргізілген жауынгершілік кезеңдерде қазақ елінің, қазақ хандықтарының Ресей империясына, патшалығына деген көзқарастары бұған байланысты бұл мемлекетпен жақындасуға, мүмкін болса тіпті одақ жасауға бағытталған ниеттері мен әрекеттері де әр жақта әңгіме болады. Бұл да әлбетте әбден орынды, өз дәрежесінде екі ел арасындағы елшілік қатынастарды көрсету арқылы баяндалған. Ендігі шығармада суреттелген шытырман жағдайларда қазақ жері мен елінің тағдыры қыл үстінде тұрғанда, бостандығы мен дербестігінің сақталуы қауіпті жағдайда болып жатқанда, халық кемеңгерлігі нышанының көріне бастауы, барар жер басар тауды іздеуі әбден табиғи нәрсе. Өмірлік мәні бұл мәселелерде жан-жақты орынды айтылған. Бұл арада барынша басып талданған нәрсе сол, жалпы алғанда ел ойы мен тілегін, заман талаптарын тапқан табиғи нәрсе. Өмірлік мәні бұл мәселелерде жан-жақты орынды айтылған. Бұл арада барынша басып талданған нәрсе сол, жалпы алғанда ел ойы мен тілегін, замана талаптары тапқан Әбілқайыр ханның, оның толып жатқан жақтастарының әрекеттері барлық жақтардан бірдей, барлық қайшылықтармен бірге баяндалған. Енді қорытындылай келе, Әбіш Кекілбаевты әдебиетшілер қауымы тарихи тақырыптары қаузаған өмір құбылыстарын шынайы шеберлікпен бейнелейтін реалист суреткер ретінде таниды. Орыс-қазақ халықтарының тарихи байланыстарының түп негіздері мен олардың ынтымақтасуы жолының заңдылығын көркем бейнелеуге арналған туындылар ішінде Әбіш Кекілбаевтың Үркер романы көрнекті орын алады. Әбіш романының тарихилық сипаты күшті. Ол халықтар тарихының даму бағытында әлеуметтік өзгерістер негізін қарайды. Адамдардың қай дәуірде болса да үмітті болашақтан күткенін, өзара қарым-қатынасқа, материалдық және рухани байланысқа ұмтылғанын ол жақсы түсінеді. Көрші елдердің жан-жақты қыспағына түсіп, көшпелі өмір кешкен қазақтың да ендігі жерде томаға тұйық оқшау өмір сүруі мүмкін емес еді. Дүниежүзілік әлеуметтік тіршіліктің ірі қозғалысқа түсуі, жаңа жерлердің ашылып, халықтар арасында байланыстың күшеюі, басып алу, бағыну шындықтары қазақ халқында бұрынғы күйден қозғап, ізденіс жолына бағыттады. Осы жолда оның іздеп тапқаны осы бір тарихи құбылыстың заңдылығын жазушы Үркерде үлкен суреткерлікпен және ойшылдықпен бейнелейді. Үркер маңдай алдынан туып, жолына нұр беріп тұрған адастырмайтын жарық жұлдыз немесе жұлдыздар шоғыры. Орысқа қосылу арқылы қазақ тапқан жолда романда осылай ұғылады. Ұзақ көшпелі өмірден қажыған, қашқылықты, пысқылықты тіршілік көп кешкен
көп жауласқан қазақта адаспайтын жолға шықты. Оның төбесінде үркер жанып тұр. Үркердің қарсы алдынан туғаны қазақ қашанда жақсылыққа жорыған халық бойын билеген үміт оты осыған жетектейді. Адам табиғаты зорлықты күштеуді сүймесе, қашанда еркін болса, ол жалғыздыққа да оңашалануға да сондай жат. Тіршілік үшін күрес оны айналасымен қарым-қатынасқа, тіл табысуға үйретті. Адамдар ынтымақтастығы, туыстығы осылай туған. Оның негізінде күштеу, бағындыру саясаты емес, түсіну, мүдделестік, тағдырластық жатады. Романдағы тарихи оқиғалар бізге тек өткен шақ ретінде ғана емес, ертеңгі күнге арналған сабақ ретінде қарастырылған. Сол себепті шығарманың басты миссиясы өткенге үңілу арқылы бүгінді түсіну, ал бүгінді түсіну арқылы болашақты дұрыс құру. Шығарманы оқып отырып, адамға мынандай ой қалыптасады: тарих артта қалған дүние емес, тарих бүгінге бізбен бірге өмір сүріп келеді. Автор тарихты бір жақты көрсетпейді. Ол хан сұлтандарды, батырларды, билерді дәріптемейді, бірақ кемітпейді. Керісінше адам психологиясын, күрделі шешім қабылдау сәттерін, рухани күйзеліс пен күмәнді ашып көрсетеді. Міне осы тәсіл қазақ әдебиетіне жаңа деңгей әкелді. Өйткені тарихты датамен емес, адам тағдырымен көрсету ең жоғары шеберлік. Романнан алған үлкен сабақтар. Үркер романын оқып болғаннан кейін адам өзінің тарихқа деген көзқарасын өзгертеді. Шығарма бірнеше маңызды ой тастайды. Тарих адамдардың ішкі жан дүниесінен туады. Әр шешімнің артында үлкен жауапкершілік жатыр. Бірлік жоқ жерде елдің болашағы бұлдыр, ал бірлік бар жерде үміт бар. Жау сырттан емес, кейде іштен шығады. Халықты сақтап қалу билеушінің ғана емес, әр адамның міндеті. Автор өз оқырманына ашық түрде мынандай сұрақ қояды: біз тарихтан сабақ алдық па? Әлде өткен қателікті қайта қайталаймыз ба деген сұрақтар қояды. Және ол сұрақтарға жауап беру үшін ойланып қаласың. Бұл сұрақ қазіргі ұрпақ үшін өте өзекті. Себебі бүгінгі қоғамда ішкі алауыздық, рухани әлсіреу, сыртқы ықпалға тәуелді болу сияқты мәселелер бар. Сондықтан үркер өткенді бейнелеу емес, ертеңге жол нұсқау. Бұл роман ұлттың рухани жадына әсер ететін туынды. Кей тұстарын оқығанда қазақ халқының төзімділігіне, қайсарлығына сүйсінесің. Бірақ кей жерінде ренжисің, жанашырлық сезім туы мүмкін. Себебі ру мен ру таласты, билік үшін халықтың тағдыры құрбан болды. Кей шешімдер бір сәттік пайда үшін қабылданды. Толстой бір сөзінде айтқан: тарих адамдардың іс-әрекеті ғана емес, олардың жүрегіндегі толқуы мен қорқынышы. Кекілбаев дәл осыны көрсете білді. Сондықтан оның романдары тек тарихи дерек емес, адамның ішкі әлеміне жасалған психологиялық зерттеу десе де болады. Үркер жас оқырманға осындай ойларды салады: ел болашағына бейжай қарамау керек, жауапкершілік әр ұрпақтың мойнында. Егер тарихпен байланыс үзілсе, ұлттың болашағы да үзіледі. Рухани жаңғыру тек сөз емес, тарихи сана арқылы басталатын процесс. Қазақтың басынан өткен қиын кезеңдер бүгінде қайталануы мүмкін. Сондықтан романдағы негізгі ой елді сақтап қалу үшін рухани бірлік пен тарихи зерде керек деген сөз. Назарларыңызға рахмет.